Сәлеметсіздер ме, білімгерлер? Бүгін бізде экономикалық теория негіздері пәні. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы сұраныс және сұраныс заңы. Сіздермен бірге оқытушы Уклинова Пашова Идиловна. Бүгінгі сабағымыздың жоспары сұраныс және сұраныс заңы. Сұранысқа әсер етуші факторлар. Сұраныс көлемінің өзгеруі. Осы аталған сұрақтарды бүгінгі тақырыбымызда қарастырамыз. Сабағымыздың мақсаты сұранысқа анықтама бере отырып, сұраныстың теориясын талдау болып табылады. Бағалау критериялары өздеріңізге белгілі: сабаққа қатысу, өз пікірін білдіру, үй тапсырмасын орындау, сабақтағы белсенділік, ғылыми көзқарастарды білдіру, материалды толық меңгеру қарастырылады. Сабағымызды бастайтын болсақ, алдыменен сұраныстың не екендігін біліп алуымыз қажет. Сұраныс дегеніміз төлем қабілеті бар қажеттілік. Сұраныс тұтынушылардың белгілі бір уақытта берілген баға бойынша товарлар мен қызметтердің берілген көлемін сатып алуға деген дайындығын көрсетеді. Тағы да айтатын болсақ, сұраныс дегеніміз белгілі бір бағамен, белгілі бір уақыт аралығында, біркелкі нарық шарттарында тұтынушылар сатып алуға мүмкіншілігі бар және сатып алғысы келетін өнімнің көлемі. Сұранысты негізінен үш түрге бөле аламыз. Жеке сұраныс болады, нарықтық сұраныс болады және жиынтық сұраныс болады. Сұраныстың көлеміне әсер ететін факторлар екіге бөлінеді. Бірінші бағалық факторлар деп аталады, екінші бағалық емес факторлар деп аталады. Сұраныстың заңын айтпас бұрын, жалпы өндіруші және тұтынушы болады. Өндіруші өндіріп жатқан товарына ертең сұраныстың қандай боларын білмейді. Сол сияқты тұтынушы ұсыныстың оның бағасының қандай боларын білмейді. Оған бәріміз куәгерміз. Біздің теңгеміз еркін жүзуге кетті. Оның курсының қандай болатынын нарықтағы сұраныс пен ұсыныс анықтайды. Ертең қандай бағалар болады, ол бізге белгісіз. Сұраныс белгілі бір бағамен, белгілі уақытта сатып алуға мүмкіндігі бар, сатып алғысы келетін өнімнің көлемі деп жаңа атап кеттік. Енді мына графикті қарастырып айтатын болса, мысалға алайық, сіз етік өндіресіз. Координатада қарастырамыз. Абсцисса ордината. Яғни аталған етігіміздің бағасын қоямыз және оның көлемін белгілейміз. Мысалға айталық, бағасы етіктің 20 мың деп қойдық. 20 мың болғанда біз оның 10 данасын ғана саттық. Енді оның бағасын түсіреміз. Егер етіктің бағасын 15 мың деп қойсақ, онда біз 20 дана сатамыз. Егер тағы да арғатай оның бағасын 10 мыңға түсірсек, біз онда 30 дана етік сата аламыз. Бұдан білетініміз, бағасын түсірген сайын көлемі артып отыр. Осыны біз сұраныстың қисығы деп атаймыз. Товар бағасы төмендеген сайын сұраныс артады. Керісінше, товар бағасы өскен сайын немесе жоғарылаған сайын сұраныс азайып отырады. Біз бұны сұраныстың заңы деп атаймыз. Сонда товардың бағасы менен сұраныстың көлемінің арасындағы кері байланыс сұраныс заңы деп аталынады екен. Оны мына суреттен де байқауға болады. Яғни жаңа айтқанымыздай, бағаның
Товардың бағасы менен сұраныс көлемінің арасындағы кері байланысты көрсетіп отыр. Яғни бұл жердегі P деп біз бағаны белгілейміз, Q деп товардың санын белгілейміз. Жалпы бізде сұраныс қисығы, сұраныс көлемі, сұраныс бағасы деген түсініктер пайда болады. Яғни сұраныс қисығы дегеніміз жаңа атап көрсетіп кеттік, сұраныс заңының графикалық көрінісі. Ол тұтынушылардың әртүрлі бағаларда сатып ала алатын игіліктерінің көлемін көрсетеді. Сұраныс қисығы теріс көлбеулі болып табылады. Ал енді сұраныс көлемі дегеніміз товарларды сатып алудың көлемі. Бұл тұтынушылардың ағымдағы бағамен берілген уақыт бірлігінде сатып алғысы келетін сол товарлардың немесе игіліктердің максималды саны. Ал сұраныс бағасы дегеніміз тұтынушылардың белгілі бір игіліктерінің санын сатып алу үшін төлеуге дайын және төлей алатындығының максималды бағасын көрсетеді. Сұранысқа бағадан басқа әсер ететін факторлар. Бірінші кезекте міндетті түрде баға әсер етеді. Ал басқа товарлардың сапасы, сатушылардың мінез-құлқы, ассортимент таңдау еркіндігі, сатып алушылардың талғамдары, мода, товарлардың көптүрлілігі сияқты осы аталған факторлар сұранысқа әсер ететін факторлар болып табылады. Сұраныс және сұраныстың көлеміне әсер ететін барлық факторларды сұраныстың детерминанттары деп атаймыз. Сұраныс барлық осы аталған факторлардың функцияларын қосындысынан тұрады екен. Мұндағы сұраныс жаңа аталған баға, табыс, талғамдар, күту, алмастырушы товар, толықтырушы товар, сатып алушылардың саны, басқа да факторлар. Мұны барлық осы аталған факторлардың жиынтығын бізге көрсетеді. Енді жаңа атап кеттік, бізде өзін-өзі толықтырушы және өзін ауыстырушы деген екі товардың түрі көрсетіледі. Яғни өзара толықтырушы товарлар дегеніміз, комплементарлы товар дейміз, бұл бір-бірінен айырылмайтын товарлар, оларға сұраныс бір уақытта болады екен. Мысалға, фотоаппарат пен фотопленканы атай аламыз. Автомобиль менен бензинді айта аламыз. Бірін-бірі толықтырып тұрады. Ал екінші өзара айырбастайтын товарлар, субститут товарлар дейміз. Бұл сол және сондай қажеттілікті қанағаттандыратын товарлардың тобы қарастырылады. Мысалы, шай және кофе, май және маргарин деген сияқты мысалдарды қарастырып түсіндіруімізге болады. Сұранысқа әсер ететін факторларға байланысты сұраныс қисығы өзгеріске ұшырап отырады. Баға факторы әсер еткенде сұраныс көлемі өзгеріп, қисықтың бойында өзгеріс орын алады. Мысалы, игіліктің бағасы өскенде сұраныс көлемі қысқарады. Немесе баға төмендегенде сұраныс көлемі артады. Бірақ біз баға өзгергенде бағалық емес факторларды тұрақты деп болжаймыз. Ал бағадан тыс факторлар әсер еткенде сұраныстың өзі өзгеріп, қисық оңға немесе солға жылжиды. Мысалы, тұтынушылардың табысы өссе, онда сұраныс кеңейіп, қисық оңға жылжиды. Немесе табыс қысқарса, онда сұраныс төмендеп, қисық солға жылжиды. Бірақ біз бағалық емес факторлар өзгергенде, бағалық факторларды тұрақты деп болжаймыз. Міне осы атағанымызды біз мына суреттен көруімізге болады. Яғни сұраныстың жылжуы оңға және солға болатындығын көрсетеді. Сұраныс заңдылығын жай сөзбен айтсақ, егер де товар бағасы төмендесе, сұраныс көлемі өседі. Сұраныс заңдылығы Гиффен және Веблен товарлары кезінде өзгереді. Гиффен товарлары дегеніміз күнделікті, қажетті, арзан бағалы товарлар. Егер мұндай товардың бағасы көтерілсе,
онда тұтынушының басқа қымбат сапалы товарларға деген сұранысы төмендейді. Веблен товарлары дегеніміз бағасы өте жоғары товарлар. Бұл жағдайда баға товардың негізгі тұтынушылық сапасын көрсетеді. Сондықтан да баға жоғары болған сайын сұраныс көлемі де жоғары болады. Сонымен біз бүгінгі тақырыбымызда сұраныстың мәнін қарастырдық, сұранысқа әсер ететін факторларды қарастырдық және сұраныстың жылжитындығын қарастырдық. Тақырыбымызды бекіту үшін төменде көрсетілген тест сұрақтарына жауап береміз. Үйге тапсырма. Кәсіпкер үшін сұраныс заңын білудің қажеттілігі маңызды ма? Сұраныс қандай қызмет атқарады? Сұранысқа не әсер етеді? Осы аталған сұрақтарға жауап береміз. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.